ақмола кезінде осы жерде стадион болған. 95 жылы ең бірінші қала Астана көшіп келеді деп жарты шыққан кезде футбол осы жерде бірнеше рет болды, ешкім гол соға алмаған. Сол талас кезде Шымкенттің Ордабасы келіп, үшінші ойында ма бірінші рет голды солар салған. Сондықтан өте бір жақсы бір тарихи кезеңі болды. Осы Астана болғалы ең бірінші болды. Шымкенттің Ордабасы салды деп анық айтуға болады. Өзім сол кезде өзім көріп отырдым. Мен әрине Шымкенттің Ордабасына жанкүйер болдым, бірақ менің басқа әріптестеріме ол өте қатты ұнамады. Соны байқадым. Футболдың жанкүйерлері өте ерекше болады, өздеріңіз білесіздер. Мынау бұрынғы Слободка деген жер болған, өте жеке үйлер болған, осы жерде жеке меншік үйлер өте көп болған. Осы жерде кварталды түрі ол жұмыс жасадым. Өте бір таза кварталға айландырғаным сол есімде бар. Осы жер ар жағында газбен аппарат бәрі жер үйлер болатын. Осы Ақмола қаласы кезінде Слободка деген өзі ерекше бір атымен ерекше болып тұрған кез екен. Дискотека болсын, қажетқа болсын, сол жердің жастары өте бір активно өздерін белсенді көрсеткен деп айтады. Сондай бір ауыл секілді үлкен поселок болған. Осы жерде кварталды төре болып, Астана кезде соның тазалықтарын, акиматтан қандай бір тапсырмалар болады, соны орындап осы жерде жүргенбіз. Әртүрлі мектепке бара алмайтындарға мектепке баруға көмектесіп, өйткені ол акиматтарының кезде сол жерде 98 жылдар бойы ол жерде қиындық кезеңде көп әртүрлі кезеңдер болды. Әрбір адаммен, әрбір тұрғынмен танысып, әрбір адам пікірін тыңдап солай жасайтынбыз. Қазір танымастай қала болып кеткен. Қазір сол жерде тұрғындар есет таппайды да, үйдің орны қай жерде болғанда таппайды. Бәрі таза емхана, өте жақсы емхана. Мына ішіндегі көшелер жасалынған. Астана қала 100% өзгерген ғой. 100% өзгерді. Бірнеше өсті. Алғашқы 300 мың халық болады, соның айналасында болады деді. Кейін 700 мың халық болады, соның айналасында болады деді. Қазір 1,5 миллион шамамен күнделікті пайдаланатын 2 миллионға жетеді деп солай әкімшіліктер айтып жатады, акиматтағылар. Оларға барлық информация толық келіп жатады ғой. Бар Слободка болған жер қазір өзгеше тамаша қала болды. Сондықтан Астана менің көз алдымда өсті деп толық айта аламын. Квартал әр жері маған таныс жерлер болды. Қазір ана көл жағалайы болған сұрақтар бар. Айтамыз, қандай болады, қандай өзгеріс болды. Соны қараймыз. Соны дейін қарап отырыңыздар. Мынау әдемі үйлердің бірінде Қасым-Жомарт Кемелұлы тұрды. Сенатта төраға болған кезде ары-бері прогулка жасайтын, сол кезде көретінбіз. Амандасамыз кейде. Жақсы жер жағалауда орналасқан, өте тамаша. Сарыарқа көшесі, мынау сол жағалау мен оң жағалаудың арасындағы Сарыарқа көшесі. Бұрын делегация көше болып болатын, кішкентай ғана. Қазір көйген өте үлкен Сарыарқа көшесі болды. Ар жағына орталық парк, ар жағына үйлер, жақсы салынған үйлер.
жақ Тұран көшесі. Тұран көшесінен ары қарай баня бар, өте үлкен баня. Алматының Арасан банясы ұзатып салынған баня бар. 2-3 этажды. Керемет мына енді трасса Қорғалжынға қарай кететін. Қорғалжын трассасы осы. Трассасы анау арға біраз жүрсеңдер 2-3 шақырымға 4 шақырым 5 шақырымнан кейін Казгуя болады. Нарықбаев атындағы университет. Технология және бизнес университеті Құлжанов атындағы неме салынған университет.
Burандай ne емес, галстукта кран бір не емес, итілеген темізбіз, ауарып деп болды. Оңтүстік сондай бір. Қазір министр болар, министр, экология министрі сондай. Жақсы өзгесі. Қандай бола бойынша бір тамаша адамдарға күш қуат беріледі. Балалар ойнап жүріп өте бір жақсы. Мынау осылар қаланың шеті деп саналады ғой, мысалы шеті, окраина. Бірақ бәрі бүкіл жағдайларын жасап жатыр, жұмыстар жүріп жатыр. Енді жай жатқан жер жоқ деген сөз ғой. Әлі өзінде әйтеуір қолдағы жұмыстар жасап жатыр. Еліміздің астанасы осылай тез өсіп жатыр. Анау 2000 жылдардан бастап 98 жылдарда қатты тез